келген шілдеханадан бастап, тұрмысқа шыққан құдалығынан бастап, әлі күнге немере шөберелерінің бәрінің қызметін жасап қазір ошағында жүр ғой. Айналайын, екі кішкентай мамаларымыз. Біздің мамамның арқасынан ерген екі кішкентай мамаларымыз. Алла сіздерге күш қуат берсін. Мына балапандарымыздың алдында сіздерге басым дейіп алғысымды айтамын. Мына балапандарымыздың рахатын көріп, сіздер де шөбере сүйген бақытты әже болыңыздар. Біздің бәріміздің бас иеміз сіздер. Мамамыздың арқасынан берген. Аман болыңыздар. Мен айтам, біреу оң қолы, біреу сол қолы, екі қанаты деп. Аллаға шүкір, қанаты болып келе жатырсыздар. Сіздерге біз тек қана алғысымыздан басқа тек құрмет етеміз. Мың алғыс сіздерге. Рахмет. Сөзді айтар еді. Қыздары айтып жеткізе алмай жатыр. Мақтамайық екі жеңгемізді. Ағайын бір шапалақ ұрып қояйық екі жеңгемізге. Мақтамаймыз. Анамыздың қос қолы барына мақтанайық. Артындағы рахмет. Ендігі ай үйім ғой құда қаласа. Пенсия түседі. Төтеннен ақша қосылып кетсе пенсияға. Таң қалмаңыздар, қайықтан келді деп. Келістіңіздер ғой. Поштадан аған кетіп. 80 жылдығын құттықтаулар берсін. Құда қаласа, осы жасты тағы бір 20 жас қосамыз, енді Алланың берген жасын жасай беріңіз, деніңіз сау болсын. Әр уақытта жүзіңізден күлкі кетпей, осы бала шағаңыздың, немереңіздің қызығын көре беріңіз. Аспандарыңыз ашық, жүздеріңіз жарқын бола берсін. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді, сол ұрпақтарыңыздың рахатын көре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Тіл бастайдай, жақ қостайдай, бәйгеден шапсаты пар ғой қастайдай, мерейен бастап берем, бұл тойды мен бастамай кім бастайдай, мен саған қалқымай, мен әнімді айтыбай, жүрмін қалқыбай. Рахмет, әнмен ұйықтайсың, әнмен оянасың. Не деген арман жоқ. Кешегі төлеге қашып болған қыз жібек те дәл бүйтіп ән салған жоқ. Сондықтан көке сізде арман жоқ. Иә, ал Жұбар ханым, міне шапалақ ұрып қойыңыздар. Ананың күлкісінен артық нәрсе бар ма өмірде? Бұл жақсылықтың бағаланғаны, жақсылықтың еленгені. Аналар аман болсын. Тыныштық заман болсын, әр ұрпақ сіздерді дәл осылай құрметтейтін адам болсын. Сіздің жекелешік дүниеге жарғысызды ашқан күніңіз ғой. Туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Жағыңыз түспей жанашылық көрмеу, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Ұл-қызыңыздың, немерелеріңіздің, Құда қаласа шөбереңіздің қызығын көре беріңіз. Сол тойда да біз қызметімізді атқара берейік. Білмейміз көрдісі аяғымды. Біздің өзіміздің міндетіміз ғой, сол міндетімізді жақсылап атқарғанымызды осы қыздар біліп, билеп айтыватқанына көп рахмет. Біз оған қуаныштымыз енді жаңағы мүлтіксіз атқардық қой деп сеніп тұрмыз енді мақтап. Рұқсат бермесе, мынау Құда қаласа мынаның ішінде өз байлыққа бастайтын дүние. Ашпаңыз, ешкімге көрсетпеңіз. Тек көкеме ғана ұстатасыз, қалған адам ұстатпайсыз. 3 күн оң жағына қойып жат. Мақұл ма жеша? Иә, 3 күн оң жағына қойып жат. Bir sene testi olsun. Ya.
Сондықтан тек қана дастарханның басында қуанышта бүгін бөлісіп асықпаңыздар. Баяғыда бір апам айтатын еді, былтырдан қалған жұмыс жоқ, биыл бітеді деп. Сол айтқандай анамыз күнде 80-ге толып атқан жоқ. Абысын тату болса ас көп деген, ағайын тату болса астымыздан ат кетпеген, қазақ деген халықпыз басымыздан бақ кетпеген, жақсылыққа жиналған ағайын тілек айтпай әрине қап кетпеген. Бірінші үлкен ас дайын екен, тарқатып жіберейік. Үлкен ас тарқатуға рұқсат. Жүйттесім болмас, хас сұлударың болмас, һәм қарындас һәм жолдас, жолдас болмай жол болмас, көк жиылмай қол болмас. Тауға біткен тар болмас, таза шығар көзден жас, қар болдықтан от түйсе, іздеп бір қалар қарындас, һәм қарындас һәм жолдас. Мен сен үшін жаным, сен үшін. Ey melekler olsun, rahmet. Yeni sağ olun, paylaşımınız. Bağışlarınızın, bilgilerimizin, şöbelerimizin meselesi olmasına kalsın. Allah nasip etsin. Aydatın nasip böyle, sen şimdi toğum kaptın. Azimşe, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. O'zinizning rohatini ko'rib, o'rtamizda o'sida jira beramiz. Har yaxshi tileymiz sizga. Ne deymiz? To'yga kelgan to'ychining qavmi to'y qutlu bo'lsin. Ata, mынау неңіз туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасап, көргеніңіз тек жақсылық қызықшылық болсын. Мына бала-шағаңызға рахмет. Алла разы болсын айналайын. Шаңырақтарыңыздан ешқашан жақсылық той кетпесін. Немереден шөбереден шөпшек көрінді, Алла сізге нәсіп етсін. Құда қаласа бала-шағаңыз жиналып, Меккеге апарсын енді сізді. Аман есен ортамызда жүре беріңіз. Сізге егіз қоздай болатын едіңіздер. Әттен бар болғанда ғой. Ассалаумағалейкум көпшілік қауым. Той құтты болсын апа. Жасыңызға жас қоса беріңіз, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Бағана бір қанша адам шығып сөйлегенде бір шықпай бердіңіз, біз сөйлегенде шыққаныңызға мың алғыс сізге. Рахмет. Көрді, жиындыға шықтыңыз ғой, ол рахмет. Той қыларсың, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Мынау ұл қыздардың рахатынан, немерелердің қызықшылығын көре беріңіз. Қарин давай. Бүгін тамаша күнге толған екенсіз. Тойдың кішкентай болмайды дейді ғой. 80 жаста оңай емес. Енді сіздер неміздеріңізді басып келеді. Осы әулетке келін болып түскелі сіздердің тәрбиелеріңізге бұл көз жасы, қуаныштың көз жасы. Екінші анамыз ғой. Әттеңін деп қазір сізге тілейтін өте зор денсаулық тілейміз. Құда қаласа өсірген бала-шағаңыздың Құда қаласа жақсылығын көріңіз. Енді мына заманға сай күшті нәрсе істеді сізге. Мен ойлаймын, мына қыздарыңызға, ұлдарыңызға рахмет, үлкен қуаныш. Сол қуанышпен бізде қатты қуанғандық. Сіздің ізеттілігіңіздің бәрін көріп жоқ қой енді. Жаңағы апамның алдын бірінші апама деп осы кісі деп қанша сыйлаған мерседесімді осы менің тағдыр ғой енді. Алладан келген үкім болғанша амал жоқ. Сіздің барыңызға Киесіз апа, құдалыққа да киіп барсаңыз болады екен. Қар жағына тағы жауып жатыр міне. Бәрекелді, құтты болсын. Ал, той суретке түсейік. Арқадағылар қап кетпесін, мынаны сыйлықтарына қап кетпеңіздер. Арқадағылар қап кетпеңіз. Кім қап кетті? Сыйлық алмағандар бар ма тілекке шығып? Бірге тұра қойыңыздар. Бірге қой. Әпші, суретке. Бірге тұрып түсе қойыңыздар. Қараймыз.
екі, үш. Кетті!